Саламатсыздармы, құрметті әріптестер? Бүгін мен сіздерменен биылғы, яғни 2023 жылғы мерейтой иелеріне арналған куәлік жасау әдісімен тағы да бір таныстырып өткім келеді. Бұның алдыңғы видеомда мен осы куәлікті қалай жасау керек екен жолдарын атап көрсеткен болатын. Ал енді бүгін осы биылғы мерейтой иелеріне қандай куәліктер атап жасадық, мен соны сіздерге жеке таныстырып өткім келіп отыр. Міне алдарыңызда көріп отырғандай жеке куәлікте бірнеше тұлғаның суреттері тұр. Міне осының әрқайсысына қазір жеке тоқталып өтемін. Сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруларыңызға болады. Сонымен әңгімені қалай жасау керек екенін жолдарын түсіндіріп өтейін. Мінекей көріп отырғандарыңыздай, алдымен мына биылғы атаулы жылдарда, яғни мерейтойлар мен атаулы күндер қай тұлғаларға арналған екен, соны Спутник сайтынан шолып өтейік. 2023 жылғы елімізде атаулы даталар ішіндегі ең алғашқы тұрғаны Қожа Ахмет Яссауидің туғанына 930 жыл толады екен. Міне осыған арналған мынадай куәлік жасадым. Алдымен міне маған кірейік. Мынадай сайт бар, фоторедактор деген. Міне мынау жеке куәлік. Міне осыған тұлғалардың суреттерін енгіздік. Міне көріп отқандарыңыздай жеке куәлік Шейх Ибрагим Қожа Ахмет Яссауи 1093 жыл туылған, 1166 жылы қайтыс болған. Яғни Шейх Ахмет деп отырғанымыз тегі, әкесінің аты. Мына жерде көріп отқандарыңыздай Қожа Ахмет Яссауидің суреті тұр. Мына жақта осы Қожа Ахмет Яссауи бабамыз туралы толық мағлұмат беретін QR код тұр. Міне осы QR кодқа жаңағы ұялы байланыс желісінде QR кодтар бар, соны осыраға тақайсыздар, сканерлейсіз, сол кезде Қожа Ахмет Яссауи туралы толық мағлұмат аласыздар. Одан кейін келесі тұлға, енді қазір көрсетейін. Сұлтан Бейбарыстың туғанына 800 жыл. Мынада қысқаша мәліметтер берілген. Осының толық ақпаратын алу үшін мына жерде Сұлтан Бейбарыстың куәлігін жасап қойдық. Мұнда тегі жазылмаған, аты Сұлтан Бейбарыс үшін мына жерде Сұлтан Бейбарыстың куәлігін жасап қойдық. Мұнда тегі жазылмаған, аты Сұлтан Бейбарыс, әкесінің аты Жамақ. 1223 жыл дүниеге келіп, 1277 жыл қайтыс болған. Міне мына жерде QR код арқылы, осы арқылы толық Сұлтан Бейбарыс туралы толық ақпарат алуға болады. Одан кейін Төле бидің туғанына 360 жыл. Жерде Төле биді ашамыз. Мінекей Төле бидің куәлігі шығып тұр. Әлібек тегі, Төле би аты, әкесінің аты Әлібек ұлы. 1663-1756 жылдардың аралығында өмір сүрген. Мына жерде Төле би туралы толық ақпаратты осынан аласыздар. Келесі Құрманғазы Сағырбайұлының туғанына 200 жыл. Құрманғазы Сағырбайұлы 1818-1889 жылдары өмір сүрген. Мына жерде Сағырбайұлы туралы толық ақпаратты мынан білесіздер. Одан кейін Сұлтан Махмұд Торайғырттың туғанына 130 жыл. Мына жерде қысқа жазылған. Ал мынада олар туралы толық мәлімет алуға болады. Торайғыр Сұлтан Махмұд, әкесінің аты Шоқбұт, Әубәкір деп аталады екен. 28 қазан 1893 жылы дүниеге келіп, 21
мамыр 1920 жылы қайтыс болған. QR код арқылы толық мәлімет ала аласыздар. Одан кейін келесі Амангелді Имановтың туғанына 150 жыл. Мына жерден сол туралы ақпаратты білесіздер. Иманов Амангелді Үдербайұлы 3 сәуір 1873 жылы дүниеге келген, 18 мамыр 1919 жылы қайтыс болған. Мына жерде толық ақпаратты мыналардан алып білесіздер. Одан кейінгі кезекте Спандияр Көбеевтің туғанына 145 жыл. Мінекей Көбеев Спандияр Көбейұлы 13 қазан 1878 жыл, 2 желтоқсан 1956 жылы қайтыс болған. Мына жерде ол туралы толық ақпаратты білесіздер. Келесі Мағжан Жұмабаевтың туғанына 130 жыл. Жұмабаев Мағжан Бекенұлы 25 маусым 1893 жыл, 19 наурыз 1938 жылы қайтыс болған.